Сенің көңіл күйің, денсаулығың, қазіргі өмірің, ішкі әлеміңнің айнасы. Адамның сыртындағы жағдайлар оның жан дүниесіндегі күйдің көрінісі ғана. Сондықтан ішкі халіңді таза ұстай білген сайын өміріңде жаңа мүмкіндіктер есігі ашылады. Жақсы нәрсе әрқашан тазалыққа келеді. Жүрегің тыныш, санаң айқын, ойың позитивке толы болса, әлем де саған соны қайтарады. Ішкі үйлесім сыртқы өмірге жарық болып түседі. Жан дүниеңді тазарту өзіңді тыңдай білуден, ренішті босатудан, шынайы сезімдеріңді мойындаудан басталады. Ішкі кеңістігіне тыныштық орнағанда шешімдер оңай табылады. Денең жеңілдейді, өмір өз ағынымен жақсылыққа қарай өзгереді. Өзіңнің ішкі әлеміңе қамқорлық жаса, сонда өмірің өзгереді. Себебі адамды алға жетелейтін ең үлкен күш оның жан тазалығы.